Так, ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Продолжим, сестры. Бисмилляхи, альхамдулиллахи, нахмадуху, настагинуху, настагфируху, наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Ман яхдихилlahu фаля мудилля лаху, ман юдлил фаля хадия лаху. Ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Так, біздер 18-ші сабаққа келіп жеттік, альхамдулилля. Так, 18-ші сабақ бізде әл-мусанна. Әл-мусанна ол екілік екенін білеміз, иә? Екілік. Екілік. Неге екілік? Потому что араб тілінде біз білеміз, жекеше түр бар, көпше түр бар, сосын екілік түрі болады, иә? Потому что бізде мысалы қазақтарда кітап және кітаптар дейтін болса, басқаша да уже бір кітап немесе көп кітап болды. Біреу немесе екіден көп нәрсеге уже кітаптар делінеді, иә? Ал араб тілінде бізде екілікке де отдельно конструкциясы бар сөздің, иә? Мысалы китабун десек, кутубун десек, көпше түрінде, екілікте сестры өзіндік конструкциясы бар. Ол өзіндік конструкциясы муфрат сөзге плюс әни деген алиф және нун әріптері қосылып айтылады екен, сестры. Алиф және нун әріптері қосылып айтылады. Мысалы, китабун, китабани, китабун, китабани. Бұл жердегі алиф, сестры, бұл жердегі алиф, мына тұрған, ол екіліктің белгісі, во-первых, ол екіліктің белгісі, және де ол роф септігінің белгісі, сестры. Роф септігінің белгісі, мысалы, китабани дедік па, значит, ол алифті мына жерге жаздық па, онда, значит, бұл сөз роф септігінде тұр деген сөз. Роф септігінде тұр деген сөз, түсінікті ма? То есть, мына алиф, мына жерде тұрған алиф, ол екі нәрсені білдіреді бізде. Роф септігінде тұрған және екіліктің белгісін, түсінікті ма? Екіліктің белгісін. Ал мына нун, ол мына жаму музаккар сәлімдегі нун сияқты, не дейді бұған? Айвадун ани танвин фил исмил муфрат. Нун мына жердегі танвиннің орнында жазылған. Түсінікті ма? Сонда китабани, китабун ол муфрат сөз, жекеше түрдегі сөз, сосын әни деген сөз қосылады екен, екі әріп қосылып жазылады, түсінікті ма? Бұл жердегі әлиф роф септіктің белгісі және екілікті білдіреді, түсінікті ма? Так, роф септігінің белгісі дедік, ал басқа септіктерде қалай болады? Мысалы, харф жар тұратын болса, немесе ол жар септігінде тұрса, немесе ол жаңағы насып септігінде тұратын болса, сестры, ол кейта бәйни болып шығады. Кейта бәйни болады да. Кейта бәйни, немесе толи бәйни. Толи бәйни. То есть ол насып септігінде немесе жар септігінде болатын болса, бұл екілік сөздер, сестры, онда олардың жардың және насып септіктің белгісі бұл я әрпі. Бұл мусанна, сестры, харакатқа емес, харфке септеледі. Бұл да жаму музаккар сәлим, асмаул хомса өттік қой, оларда, то есть солар сияқты әріпке септеледі екен, харакатқа емес, то есть дама, фатха ондайды айтпаймыз да, түсінікті ма? Сондықтан да китабани немесе китабайни, толибани немесе толибайни, смотря ол қандай падежде тұрғанына байланысты, түсінікті ма? Мысалдарын оқитын болсақ, енді мына бірінші томда, сестры, сендерге тек қана роф септігінде тұрғанын білдіріп айтылады, тек қана роф септігінде келтіреді, но сендер естерінде болсын да, что не всегда вот прям қатып қалып, әни, не всегда. Ол падежіне байланысты, түсінікті ма? Әл-мусанна ма далля аля снайни ау снатайни лил ақили ва гойрил ақили. Не дейді? Мусанна дегеніміз, это то, что указывает на два мужского рода, немесе женского рода. Лил ақил ва гойрил ақил. Ақылдыларға немесе ақылсыздарға білдіреді, түсінікті ма? То есть это то, что указывает на два мужского рода или же женского рода, разумного и неразумного. То есть толибани деген ақылды, китабани деген ақылсыз. То есть екілік солай да былай да құрастырылады дейді, түсінікті ма? Және толибани деп мужской родты айтсақ біздер, толи
бәтәни деп бізде женский родта айтамыз. Түсінікті ма? Ана тә марбутаны обычно тәға айналдырып, толи бәтәни деген сияқты уже женский родтағы сөзді қылып шығара қоямыз. Түсінікті ма? Әлі ақылге мысалы роджулун роджуләни дейді міне. Имроәтун имроәтәни дейді. Вәләдун вәләдәни. Бинтун бинтәни. Ахун ахауәни дейді. Ғойрул ақыл қолам қолам қоламани. Сағатун сағатәни. Риялун рияләни. Ғурфатун ғурфатәни дейді. Түсінікті ма? Мына жерде ахун ахауәни дегенде байқадық, үшінші әрпі мына ахунның үшінші әрпі шығады екен. Түсінікті ма? Екілікте шығады. Ахауәни. Ахауәни емес, ахауәни деп айтылады екен. Понятно? Понятно. То есть әрі қарай әмсилатун лил мусанна. Енді сөйлемдер бізге берілген. Холидун лаху ибнани ва бинтани дейді. Холид, у него есть два сына и две дочери деп айтамыз уже. Түсінікті ма? Мына жерде уже мусаннаның сөздерімен. Фатимату лаха тифляни сағирани. Фатимату лаха тифляни сағирани. То есть Фатима, у нее есть два маленьких ребенка. Тифляни. Мысалы, бір бала десек кішкентай, тифлюн дейміз. Тифлюн сағирун дейміз мысалы, тифлюн сағирун. Сағирун деген сөзді біз мынаған нағыт қыламыз, нағыт ереді ғой. То тифляни деген екілік болатын болса уже да, науда сағирани деп екіліктің конструкциясын береді. Түсінікті ма? Значит, біз айтпаймыз Фатимату лаха тифляни сағирун немесе сиғарун жекеше түрде немесе көпше түрде емес, именно мусанна екілік түрінде де құрастырамыз нағытты. Понятно? Понятно. Например, ли айнани ва узунани ва ядани ва риджляни дейді. Не дейді? Менде екі көз, екі құлақ, екі қол, екі аяқ бар дейді. Солатул фаджри рокаатани дейді. Фаджр намазы екі ракаат дейді. Түсінікті ма? Рокаатун рокаатани. Рокаатун рокаатани деп құралады екен. Енді иғробына келетін болсақ, қайда жазайын иғробты? Мысалы, ләки сағатани деген мысалды қарастыратын болсақ, ләки сағатани не деген? Сенде екі сағат бар деген сөз, Әлләмді айтамыз біз бірінші. Оған не дейміз? Харф жар. Мабниюн. Ләки. Мабниюн алал фатхи. Ла махалла лаху минал иғроб. Вал каф. Немесе ол кафул мухатабати. Вал каф. Немесе оның атауы. Дамирун муттасилун. Мабниюн алал касри. Ләки. Фи махалли жар. Харф жардан кейін не келеді? Бізде исім мажрур келеді. Сосын ол екеуі бізде нені құрайды? Вашибухул джумля. Ләки фи махалли рофайн нені береді? Хабарды береді. Хабар мұқаддам, алдыға шыққан хабарды береді. Сағатани десек, сағатани. Бұл жерде мубтада муаххар марфуғун ва аламату рофхихи. Не дедік? Роф септігінің белгісі алифу. Это необычно. Необычно болғандықтан оны біздер уже не істейміз? Түсіндіреміз, точканы қойып кете қоймаймыз. Ниябатан айтамыз. Ниябатан анит доммати ли аннаху мусанна деп айтып кетеміз. Түсінікті ма? Ли аннаху мусанна. То есть осылай айтылады екен сөздер иғроптар. Бұл жерде роф септігінің белгісі алиф болып тұр. Ол неге роф септігінде тұр? Себебі ол мубтада болып тұр, Себебі ол мубтада болып тұр. Бұларды иншалла жазып аласыңдар өздеріңе. Ләки сағатани. Сағатани бұл жерде мубтада муаххар марфуғун ва аламату рофхил алиф ниябатан ани домма ли аннаху мусанна деп айтылады. Понятно? Понятно. То есть кез келген, мысалы, екі Мұхаммад болса да Мұхаммадани деп айтылады. Түсінікті ма?
екі мұхаммад болса мұхаммадани болады. То есть кез келген адам аттары да осылай құрастырылады сөздер, түсінікті ма? Мусаннада. Хорошо. Так, далее. Так, мына жерде мысалы ауызша айтып кететін болсақ, тифляни ол тоже бұл жерде мубтада муаххар болады ләханың, иә? Мубтада муаххар ва аламату рафхи марфуғун ва аламату рафхи алиф ниябатан ани дамма лианнаху мусанна дейді. Сағираниға тағы да наатун марфуғун деп сол мусаннаның иғрабын қайталайды. Наатун марфуғун ва аламату рафхи алиф ниябатан ани дамма лианнаху мусанна деп тоже қайталайды. Түсінікті ғой? Екіліктің иғраптары осылай жасалады, сөздері. Ары қарай, енді екі нәрсеге біз көрсететін болсақ, мысалы екі үй тұр екен ана жерде, иә? Біздер мынау үй деп отдельно айтпаймыз ғой. Мыналар үйлер деп тағы да айтпайды. Неге? Потому что мыналар үйлер деп айтатын болсақ, уже біздер екі нәрсеге олай тоже айтылмайды. Араб тілінде айттық, иә? Потому что ол көпше түрде жатып кетеді. Уже үштен бастап, үш немесе одан көп объектіге көрсетіледі да, мысалы айтылып мыналар деп та. Ал екі нәрсеге өзінің исім ишаралары бар. Хазани ол және хатани. Хазани мужской родқа, иә? Хатани женский родқа. То есть екі үй көріп тұрмыз ба, біз не дейміз? Хазани байтани дейміз. Понятно? Хазани байтани. Біз хаза байтун деп айтпайды да, бөлек. Мысалы хазихи буютун деп көпше түрде де айтпайды. Неге? Потому что көпше түрде тоже келіспейді, иә? Екі нәрсеге, мысалы, хазани байтани деп айтады да. Хазани байтани. Хазани исму ишара лил мусанна. Екілікке арналған исм ишара дейді, иә? Әл-қариб жақын жердегі, әл-музаккар мужской родқа, әл-ақыл және ғойрил ақыл. Хазани сондай нәрселерге қолданылады. То есть екілікке, жақын жердегі, мужской родқа, ақылдыларға және ақылсыздарға хазани айтылады. Хатани исму ишара лил мусанна ал-қариб il-муаннаси al-ақили ва ғойрил ақили. То есть ол исм ишара лил мусанна екілікке арналған, жақын жердегі, женский родқа арналған ақылдыларға және ақылсыздарға қолданылады. Түсінікті ма? Мысалы, хазани талибани. Мынау екі студент. Екі студентке көрсетіп тұрып, мына екі студент деп айту үшін біз хазаниді қолданамыз. Түсінікті ма? Хаза болмайды. Түсінікті ма? Хауляи болмайды. Көпше түрде тоже айта алмаймыз. Хазани қаламани. Екі қалам айтылады. Мынау екі қалам. Хазани тәжирани. Мынау екі саудагер. Хазани мифтахани. Мынау екі кілт. Хазани садиқани. Мынау екі дос дегенді білдіреді. Енді бұлардың иғраптары хазаларға, мысалы, хауляилерге біз қалай айтып жүрдік, иә? Исм ишара мабниюн аля, мысалы, хазаға мабниюн аля сукун дейтін едік, иә? Ал хазани олар муғраб сөздер. Муғраб десек, ол уже өзгереді, кәдімгі мабни емес. Оларға напрямую, ол муптадама немесе басқа нәрсеме напрямую айтылады да. Сондықтан хазани байтани деген иғраптан біздер былай айтамыз. Хазаниге айтамыз сразу муптада дейміз да. Марфуғун, как мусанна. Кәдімгі мусаннаның сөзін талдап жатқандай жазамыз. Муптада марфуғун ва аламату рафхихи ал-алиф ниябатан анид доммати лианнаху мусанна деп айтылады екен. Түсінікті ма? Байтани оған не болады? Ол хабар болады. Марфуғун ва аламату рафхихи ал-алиф ниябатан анид доммати лианнаху мусанна деп айтылады екен. Түсінікті ма? Хазани, хатани сөздері. Хазани, хатани. Олар муғраб сөздер. Муғраб болғандықтан, муғраб болса, оларға уже напрямую айтылады да, муптада деп. Кез келген муғраб сөздерге солай айтылады ғой. Мысалы, әл-китабу десек, сразу айтылады. Сол сияқты, түсінікті ма? Хатани дәл осы сияқты иғрапты алады. Тек женский родқа байланысты. Тек женский родқа арналған. Түсінікті ма? Мысалы, хатани, хазани кальбани, екі ит дейді. Хатани талибатани, мынау екі студентка дейді.
хатани мисторотани, мына екі линейка дейді. Хатани таджиротани, мына екі саудагер әйел дейді. Хатани луғотани, мына екі тіл дейді. Хатани садиқотани, мына екі подруга дейді, иә. Хатани кальбатани, мына екі ұрғашы итті айтады екен. Кальбатун, кальбун емес, кальбатун болатын болса. Кальбатани уже ұрғашы иттерді білдіреді. Түсінікті ма, сестры? Мынау екіліктің конструкциясы осындай. Так. Енді екілікті өткеннен кейін сіздер иншаллах фиғылдерді жаздық па, өткенде я забыла, или как я давала. Именно вторую строку, где у нас мусанна. Захаба, мысалы, я, захаба болып кетеді уже мына жерде. Захаба, захаба, захабу деп айтамыз, я. Захабу уже көпше түрде. Сосын захабат, я. Захабата, 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 захабна. Нуну нисуа қосылады. Сосын бізде қандай? Захабта, захабтума, 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 захабтум, иә. Сосын мына жақта захабти. Былай көтерсек. Захабти. Сосын захабтума, захабтунна, иә. Захабтунна, сосын захабту, захабна, захабна. То есть бұл не схема өткенде қарастырдық, иә. Так, бұл жерде, сестрда, мына екінші строка, именно мына екінші строка является чем? Для усанны, то есть екілікке арналған глаголдардың жіктеу түрлері, иә. Неге? Потому что захабаны біз алдық, иә. Захаба ол жекеше түрдегі, иә, бірден бастап деп айтсақ, бір адамға. То есть захаба, захабат, захабта, захабти, захабту. Ал мынау уже үштен жоғарыға қарай, иә. Захабу для мужского рода, захабна для женского рода, олар дегенді білдіреді. Захабтум, захабтумна деген сендер дегенді білдіреді, біреу мужской род, біреу женский род, иә. Сосын захабна ол мына неге да байланысты. Захабна деп мынауды айтады, то есть мусаннада айтады, мынауды айтады, көпше түрге да байланысты, түсінікті ма? Мусанналарға да байланысты екілікке, және көпше түрге да байланысты. Айтуға болады. То есть екі адамда, үш адамда, екі және одан көп адамдар захабна деп айтады, сестры. Енді мына екінші строка именно мына нәрселерді біздер әлі алмадық, я. Неге? Потому что мусаннаны бүгін өтіп отырық. Енді захаба десек, мысалы, ат-толибани деген сөйлемді айту үшін, екі студент кетті деп айту үшін, сестры, да? Ат-толибани захаба деп айтады. Захаба илял мактабати, мысалы. Илял мактабати. То есть, екі студент кетті. Да, кетті. Мысалы, екі студентті бастасақ, екі студент, мысалы, захаба деп айта алмаймыз, захабу деп айта алмаймыз, потому что ол көпше түрге арналған, понимаете? Соқтан ат-толибани захаба болады. Мына жердегі алиф, ол тоже екіліктің белгісі, түсінікті ма? Екілік. Захаба деп айтылады. Захаба. Мына жерде екіліктің белгісі бір, сосын бұл фағил болып есептеледі, сестры. Фағил болып есептеледі. Негізі бірінші томда өтілмейді бұлар, я. Просто сендерге теория ретінде айтып кетем. Иншалла. Мысалы, екі студентті осылай құрайды екен. Түсінікті ма? Мысалы, екі студенткаға, мысалы, атто-ли батани захабата болады уже. Захабата болады. Илял мактабати десек.
түсінікті ма? Ал көп студенттерге мысалы аттулябу дейміз ғой біз, иә, аттулябу захабу деп айтатын едік, иә, захабу деп айтатын едік, иә. Бұл жерде аттулябу захабу дегенде, иә, захаба фиғл ваул жамаға фағил болатын. Ал мына жерде захаба фиғл алифул иснайн фағил болып есептеліп, дамир, кәдімгі дамир, бірақ ол фағил, түсінікті ма? Сол сияқты захабата дегенде де мынау тә таннис, мына жердегі бар ғой, мына тәс сукуным, мына жерде алифті жалғанған үшін мына жерде тәс фатха етіп қалған, захабата. Ал мынау алиф бұл дамир фағил болып есептеледі, дамир муттасил мабниюн аля сукун фи махалли роф фағил болып есептеледі, түсінікті ма? Бұның аты алифул иснайн, бұның аты алифул иснайни, иснайни, алифул иснайни деген екіліктің әлифі дегенді білдіретін фағил сөзі, түсінікті ма? Бұл екіліктің сөздеріне арналған. Понятно? Сондықтан захабтума сендер екеуің болады да, сендер екеуің бардыңдар ма, мысалы, базарға бардыңдар ма, о Мұхаммад және Али. Біз қалай айтамыз? Я Мұхаммаду ва Алию хәл немесе азахабтума иля суқ. Азахабтума иля суқ, сендер екеуің бардыңдар ма? Базарға дегенді білдіреді, түсінікті ма? Немесе захабтума тоже женский родқа да арналып айтылады. Я Фатима ва Аиша азахабтума иля мадрасати, сендер екеуің бардыңдар ма? То есть екі адамға айтылып жатқанда, обращаться етіп жатқанда, сестры, осы мусаннаның фиғылдерін, осы мусаннаның осы формасын қолданады екен. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз болса сұрайсыздар, иә, мына фиғылдер бойынша. Бұл жерде ту фағыл, қысқаша айтып кететін болсам, ту фағыл захабтума дегенде. Мынау мим бұл просто қалай болады? Мына алиф деген тұр ғой, мына алифті жалғау керек, иә. Алиф бұл жерде мына алиф сияқты фағыл емес, мына алифтер фағыл ғой сөздік мына жерде. Ал мына алиф захабтума дегенде ол фағыл емес, ол просто аляматул мусанна, просто екіліктің белгісі. Просто екіліктің белгісі. Сосын мына екілікті белгі, мысалы, захабту деп қалдырып қоймаймыз ғой, захабту уже мына жерде бар, мысалы, иә. Ол бірінші жақ мен бардым дегенді білдіреді. Біз оны тастай салмаймыз ғой, екеуің сендер бардыңдар деп айту үшін бірдеме қосылады, иә, потому что бәріне захабту дей берсе, кім, қандай, кім барды деген непонятно. Сондықтан мына жерде алифті қосу керек, иә, екілік екенін білдіру керек, сендер екеуің дегенді білдіру керек та, алифті қосу керек, мынандай тәнің қасына, мысалы, иә, мына жерде. Ол алифті сразу қоса алмайды, потому что ол тә бізде даммаланып тұру керек, захабту деп тұру керек та, даммаланып. Ол алифті қосылмайды. Қалай сен алифпен бірге дамманы қалай айтасың, айтылмайды, иә. Сосын мына мимді қосады, мына мимді қосымша. Мына жердегі мим, захабтума дегендегі мим, сестры, лил ғимат деп аталады. Лил ғимат деген просто для опоры, тірек ретінде. Мына жерде алифті жалғай алуымыз үшін, мына захабту дегеннен кейін алифті жалғай алуымыз үшін, мына жерде ортасына мимді қояды. Мим, түсінікті ма, как забор, он, как понимаете, мимді қосады да, сосын алифул жаңағы аляматул мусанна, то есть мына алиф, сестры, алиф. Мына жердегі алиф, екіліктегі захабтума дегендегі алиф, сестры, ол аляматул мусанна деп айтылады. Просто екіліктің белгісі. Просто ол харф. Бұлар екеуі просто харфтар. Мә деген мына жердегі мим және алиф просто харфтар. Екілікті білдіретін. Түсінікті ма? Ал ту бұл жерде фағыл болып есептеледі. Захабту, захаба фиғл, ту фағыл, мим лил ғимат, харф ля махаллада, сосын алиф тоже харф, аляматул мусанна болды. Түсінікті ма? Это разобрали. Мына жерде де дәл сол конструкцияда, сестры. Түсінікті ма? Түсінікті. Ал мына жерде мынау алифтер фағилдер, сестры. Мына алифтер фағилдер, дамирлер, кәдімгі дамирлер. Мыналар просто харф, ля махалля. Понятно? Так, осымен мусаннаның иғроптары жалпы айтылды, иә. Фиғилдеріне байланыстырып айттым. Мына мысалдарға мән беріңдер, иә. Екі нәрсені, екі адамды айтып жатқанда, екі студент болсын, басқа болсын, оларға соответственно, сестры, фиғилдерді қолдану керек болады.
Понятно? Понятно. Сұрақтарың болса сұрайсыздар иншалла. Так, әрі қарай бір тақырып бар, ол кәм. Кәм деген қанша дегенді білдіреді. Кәм деген қанша дегенді білдіреді. Кәм ол исім, сестры, ешқандай харф емес, иә. Харф болса ля махалла ғой, ешқандай сөйлем мүшесі болмайды, иә. Ал кәм исім десек, ол уже бірдеме болып табылады. Бұның иғробын алмайды жалпы, иә, просто өтіліп кетеді. Кәм исму истифхам ядуллу алал адад дейді. Қанша дегенді білдіреді ғой. Сондықтан бұл исім истифхам, сұрау хамзасы дейді. Қанша. Ядуллу алал адад, және ол санға білдіреді, санды указывать етеді дейді. Указывает на число. Да? Валисму лази ба'даху мансубун юсамма тамйизан дейді. Не дейді? Одан кейінгі исім, міне мысалы, кәм китабан деп тұр, иә? Кәм китабан. Одан кейінгі исім мансубун дейді. Насып септігінде болады, және ол аталады, тәмйиз деп аталады дейді. Тәмйиз. Тәмйиз дегеннің мағынасы, жалпы сестры, иә? Мысалы, кәм деп просто қанша, не қанша деген сұрақ туады ғой, иә? Не қанша? Китабан, кәм дафтарон, кәм мударрисан. Мысалы, иә? Не қанша? То есть анықтайды да, конкретизировать етіп, тәмиз деген мағынасы сондай, түсінікті ма? Анықтайды, не? Жетіспейді, мысалы, кәмленің өзін айтсақ, біз не қанша? Нені қанша деп сұрап тұрсын да, мысалы. Кәм айндака. Сенде қанша? Не қанша? Китабан. То есть тәмиз сондай мағынаны береді, түсінікті ма? Және тәмиз всегда мансуб. Тәмиз деген кәдімгі сөйлем мүшесінің аты. Және ол всегда насып септігінде жүреді. Түсінікті ма? Именно кәмнен кейін сол тәмиз келеді. Кәмнен кейін тәмиз келеді. Мысалы, кәм китабан айндака. Сенде қанша кітап бар? Айнди китабани. Менде 2 кітап бар дейді. Кәм ахон ляка дейді. Кәм сенде қанша аға бар дейді. Ли ахауани. Менде 2 аға бар дейді. Кәм масджидан фи хаза шариғи. Мына көшеде неше мешіт бар дейді. Фихи масджидун вахидун. Онда бір мешіт бар дейді. Кәмнен кейін всегда қарасақ, насып септігінде келіп тұр сөздер, және олар муфрат күйінде келеді, түсінікті ма? Кәм кутубан, немесе кәм ихуатан, немесе кәм масаджид, то есть келмейді олай, көпше түрде емес, муфрат күйінде келеді, түсінікті ма? Кәм китабан, кәм ахон, кәм масджидан, түсінікті ма? Кәм хақибатан айндака, сенде неше сумка бар дейді. Айнди хақибатани, менде 2 сумка бар дейді. Кәм ухтан ляка, ли салазу ахаватин дейді. Міне, бұл біздің келесі тақырып, иншалла. Менде 3 апа бар дейді. Ал 3-тің алдында біздер 1-2 дегенді өттік, иә? 1-2 дегенді өттік. Ал кәм ухтан ляка дегенге біз айтайықшы, 1 апам бар деп айтайықшы, мысалы, не деп айтамыз? Кәм ухтан ляка дегенге. Сенде неше әпкең бар? Менің 1 әпкем бар десек, біз не дейміз? Ли ухтун вахидатун. 1 деген сан, сестры, бізде наат манғут конструкциясында жүреді. Ал менде 2 апам бар десем, сен уже қалай айтасың? Сен білесің уже, ол қалай айтылады? Мысалы, ли ухтани дейсің уже, түсінікті ма? Ли ухтани, мусаннамен айтасың. Ал 3-тен 10-ға дейін, сестры, оның конструкциясы бірдей, 3-тен 10-ға дейін сандарды иншаллах келесі сабақта аламыз, иә? Түсінікті ма? Әрі қарай. Кәм сайяратан фи байтика. Сенің үйінде неше машина бар? Қанша машина бар дейді. Фихи сайяратани. Онда 2 машина бар дейді. Хазани роджуляни. Хазани муптада дейді. Не сразу қысқа еуроп бізге айтылған. Роджуляни хабар. Хатани фататани. 2 қыз бой жеткенді айтып тұр, иә? Хатани бізде муптада дейміз сразу. Фататани бізде хабар дейміз. Кәм ахон ляка. Кәм исім истифхам дейді. Ахон не? Тәмйиз дейді. Түсінікті ма? Яғни кәмнің бөлек иғробын пока берілмейді. Бұл кәмді иншаллах әлде 3-ші томда кездеседі. Бұл кәм тақырыбы. Понятно? Осымен иншалла келесі сабақта бізде адат, содан кейін мамнун нассар, сонымен 2 сабақ бізде қалды иншалла. Все, сестры, на этом остановимся. Егер сұрақтарың болса, менен иншаллах сұраңдар обязательно. Субханаке Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Баракаллаху фикунна ва джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.